Дәмді тағам «Вкусная еда» арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен көпшіліктің сүйіп жейтін тағамы манты жасаудың өзімнің авторлық әдісімен, яғни арнайы тапсырыспен жартылай дайын ас жасаған кездерінде көпшіліктің көңілінен шығып, көп сұранысқа ие болған, мақтауға ие болған мантыны жасау әдісімен бөліспекпін. 3 килограмм дайын манты жасаймын. Оған керекті тағамдарды видеоның төменгі жағындағы сипаттамасынан табасыздар. Ең бірінші қамырынан бастаймыз. Қамырға керекті құятын суды мөлшерлеп алып, тұзын салып, отқа қойып қоямыз, қайнай берсін. Қамырына салатын жұмыртқаны сұйық маймен араластырып, мөлшерлеп алған ұнға саламыз да жақсы етіп араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне қайнаған суды құямыз. Біздің жасап жатқанымыз заварной тесті, яғни қайнатылған қамыр. Бастапқы кезде қатты ыссы болады, сондықтан әуелі қасықпен араластырып алып, сосын кейін суығаннан кейін қолмен илей бересіз. Қайнатылған қамырдың иі қану үшін ұзақ басудың қажеті жоқ. Азғантай уақыт басып, полиэтилен пакетке салып қоясыз, 20-30 минут тұрғанда өзі иі қанып қалады. Мантыға салатын салмаларын мен міндетті түрде қолмен тураймын. Ең бірінші пияздан бастаймыз. Пиязды турап, оны маринадтап қоямыз. Міндетті түрде қолмен тарау керек. Себебі ет тартқыштан өткізетін болсаңыз, пияздың шырыны бөлініп кетеді де, ол андай жақсы дәм бермейді. Әрі асқазанның қыжылдауына септігін тигізеді. Ал қолмен турап, оны қара бұрышпен тұзын салып, сыққылап, қақпағын жауып маринадтап қойсаңыз, ол асқазанның қыжылдамауына бір жағынан септігін тигізеді. Әрі тамағыңызға өте жақсы нәр, хош иіс береді. Маринадталған пияз салған тамақтың дәмі бөлек болады. Манты, самса, чебуреки жасағанда мен арнайы дайындап қоям маринадталған құйрық майды. Оны міндетті түрде қосам. Құйрық майды маринадтау жолы түсірілген видео арнамда бар, YouTube арнамда. Бұндай майды қосқанда жаңа құйрық майдың иісі шықпайды, керісінше бұл тамаққа өте жақсы нәр береді, хош иіс береді, бөлек дәм береді. Жасап көріңіздер. 40 қабатты үкіштің ең кішкентай тесіктерінен өткіземіз, сосын жаңағы фаршымызға қосамыз. 10 минут уақыт өтті, маринадталып болған пиязымызды да осы қоспамызға қосамыз енді. Барлығын жақсы етіп араластырамыз. Әрқайсысының дәмі бір-біріне сіңіп, бір-бірінен нәрін алу керек. Сонда фарш өте жақсы дәмді болады. Фаршқа қажетінше қара бұрышпен тұз саламыз да, әбден жақсы етіп араластырып, қақпағын жауып қоямыз. Араласқан әртүрлі қоспалардан жасалған тамақты міндетті түрде қақпағын жауып, бір маринадталуға мүмкіндік беріп тұру керек. Ол өзінің нәрін жаңағы далаға жібермеу керек, қақпағы жабық тұру керек. Ендігі қосатынымыз қызанақ. Қызанақты үкіштің кішкентай тесігінен өткіземін, соның қабықтары өтпейді, жаңағы ішкі жұмсақ жері өтеді. Соны үкіштен өткізіп, фаршымызға қосамыз да, оны да жаңағыдай араластырып, сосын фарш енді сулы болғаны жақсы көретін болсаңыз, онда сәл суға болады. Су қосып, қайтадан тұзын қарап, жақсы етіп араластырып, қақпағын міндетті түрде жауып қоямыз. Әбден жақсы араласып болғаннан кейін бір 15-20 минуттай фарш тынығып тұру керек. Құрамдарының дәмі бір-біріне сіңу үшін. Фаршқа асқабақ немесе картоп қосатын болсаңыз, оларды міндетті түрде қолмен тураған жақсы. Біріншіден фарш пісіп шыққан кезде тұтасып тұрмайды, түйнек сияқты бір тұтасып тұрады, соны болдырмау үшін қолмен тураған жақсы. Қолмен турағанда ол араласып, фаршыңыз ыдырап тұрады. Екіншіден, егерде картопты немесе асқабақты ет тартқыштан өткізіп фаршқа араластырып жіберетін болсаңыз, онда ол фарштың дәмін алып кетеді, жаңағы асқабақтың дәмі. Ол барлық адамға бірдей ұнай бермейді. Сондықтан әбден фарш дайын болып, енді мантыны түйем деген уақытта ғана қосып араластыратын болсаңыз, онда фаршыңыздың дәмін асқабақ алып кетпейді, фарш өте әдемі, дәмді болып шығады. Қамырын жаюға көшейік. Қамырын жаңа полиэтилен пакетке салып қойдық қой, алып қараймыз, тексереміз. Егерде тым жұмсақ болып, я суланып тұрса, кішкене ұн қосып басып жіберуге болады. Ал енді жеткілікті десеңіз, жая беруге болады. Қайнатылған қамырдың бір жақсысы, оны жайғанда да көп ұнды қажет етпейді, оп-оңай жақсы жайылады.
Қанша жұқа жайсаңыз да, сосын тамағыңыз езілмейді, жыртылмай жақсы пісіп шығады. Жайылған қамырыңызды өзіңізге ұнайтын пішінде кесесіз. Маған мұндай дөңгелек пішін ұнайды. Бұндай пішінде түйілген мантының ешқандай артық қамыры болмайды, түйілген жаңағы жапсырылған жерлерінде. Ал төрт бұрышты пішінде кесілген болса, онда қамырдың түйілген жерлерінде артықтау бір қамыр көп болады. Кейде желінбей де қалып жатады. Осы қайнатылған қамырмен жасалған мантыны мен екіге бөліп пісірдім. Бір жартысын су бойда пісірдім, ысып болған бойда, ал бір жартысын мұздатқышқа сақтап, келесі күні пісірдім. Қазір сізге соның айырмашылығын көрсететін боламын. Мантыны пісірерде манты қазанның ішіне қара бұрыштың бұршақтары мен лавр жапырақтарын салып жіберем. Әдеттегідей 45 минут отта тұрып манты пісіп шықты. Мен енді сіздерге сол мантының ішін кесіп, қамырын көрсетейін, ішін көрсетейін, арасын. Жаңа айттым ғой, енді ішінде түйіншектеліп тұрмайды, еті шашылып, ыдырап жүреді деп. Маған солай ұнайды өзіме. Мұны көріңіз. Әпәсем әдемі, хош иісті, дәмді, нәрлі, суы да бар. Өте дәмді болып шықты манты. Ал мыналар мұздатқыштан шыққан түрі, мұны қатып тұр, көріңіз. Қазір енді соны мантаваркаға салып, онда солай 45 минут пісіріп шығамыз. Сосын піскендегі түрін көрсетемін сізге. Мұны ешқандай езілмей, жақсы пісіп шықты. Жарылған да жоқ қамырлары, созылған да, езілген де жоқ ешқандай. Жақсы әдеттегідей манты болып пісіп шықты. Енді ортасын ашып көрсетейін. Кешегі мантыдан ешқандай айырмашылығы жоқ. Майы да, сұйықтығы да бәрі де ішінде. Қамыры ешқандай езілген жоқ. Өте дәмді, өте жақсы, әдемі пішінде пісіп шықты. Алдын ала жасап әзірлеп қоятын болсаңыз, осындай қайнатылған қамырды пайдалануыңызға болады. Менің авторлық рецептім пайдаңызға жарып жатса, өте қуаныштымын. Видео рецепт ұнаса лайк баса кетіңіз. Ол менің еңбегімнің бағасы. Менің видеоларымды көріп жүрген адамдардың 90%-ға жуығы арнаға тіркелмеген екен. Арнаға тіркеліп, өзіңізге пайдалы, асханаңызда көмекші видеолардан, қолжетімді өнімдерден дәмді ас пісірудің құпияларын біле жүріңіздер. Интернет желілерінде қазақ тілді ақпараттардың кеңінен таралуына атсалысыңыздар, ұнаған видеолармен бөлісе жүріңіздер. Бір-бірімізді қолдап отырайық.